Петропавлда 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай музыкалық ансамбльдердің шеруі өтеді. Қаламызда алғаш рет ұйымдастырылғалы отырған шараға 12 білім ұясының жастары қатыспақ. Мерекеде түрлі ұлттық аспаптарда меңгерген өнерпаздар әуендерді ойнап, шаһар көшелерін думанға бөлемек. Дарынды ұл-қыздардың шеруге дайындығын әріптесім Байболат Құлтанов байқап келді. Қаламыздағы өнер колледжінің бірқатар студенттері шеруде Құрманғазының Адай атты туындысын орындамақ. Қобыз бен домбыраны құлағында ойнайтын жастар қазір шараға қызу дайындық үстінде. Мерекелік шеруге қатысушылардың бірі Алтынжан Таупыкова. Ол қобызды мектеп қабырғасында меңгеріпті. Бүгінде жеткіншек ұлттық аспапта 10-нан аса күйді орындай алады. Қазіргі таңда бұл шеруге біз өте қызу дайындықтамыз. Жалпы бұл аспапта мен 7-ші сыныптан бастап ойнап жатырмын. Аспапты меңгеру жалпы айтқанда қиын емес. Бұл шеруге біз қазақтың ұлттық күйлері мен әндерін дайындап жатырмыз. Сол себепті ол өте қызықты шеру болады деген ойдамын. Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған шеруге өнер колледжінің студенттері 2 айдан бері әзірленуде. Қазір олардың біразы шара кезінде өздері атқаратын міндетті үйреніп алған. Қаз-қатар сап түзеген жастардың алдыңғы шебі би билесе, ортаңғысындағылар үрмелі аспаптарда ойнайды. Ал соңында тұрған ұл-қыздар ұлттық аспаптарда өнер көрсетпек. Шеру колоннасы әр қорапты 100 адамнан тұратын болады. Барлығы 12 қорап дайындалып жатыр. Қораптың алдыңғы қатарында қолдарында білім беру ұйымдарының атауы жазылған жалауы, таңбасы болуы қажет. Колоннаның құрамында үрмелі аспаптар, соқпалы аспаптар, барабаншылар, ішекті аспаптар, ұлттық костюмдегі би ұжымдары бар. Маусымның бір күні ансамбльдер шеруі Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театрынан бастап Кәрім Сүтішев көшесімен жүріп өтпек. Жалпы шара тәуелсіздік стелласы алаңында тұйықталады деп жоспарланған. Байболат Құлтанов, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.